Зейнетақы алатындар көштен сәлем, қымбат көрермен, сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды. Біз сізге ең жақсысын ұсынамыз. Жұмысымызды жауапсыз қалдырмау үшін видеосына бірден алайық белгісін басып қойыңыз. Сіз басқан болсаңыз ендеше біз бастадық. Қазақстанда ең жоғарғы зейнетақы сомасы қанша? Бір жыл ішінде қазақстандықтардың зейнетақы жинақтары 20%-ға өсті деп хабарлайды бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры негізгі көрсеткіштерге шолу жасап. 2023 жылы 1 тамыздағы жағдай бойынша қазақстандықтардың зейнетақы жинақтарының көлемі 16,4 триллион теңге болды. Бір жыл ішінде ол 2,7 триллион теңгеге немесе 20%-ға өсті делінген хабарламада. 2023 жылы қаңтар-шілдеде таза инвестициялық табыс 760,9 триллион теңгеден асты. Төлемдер түріндегі шығыс жыл басынан бері 286,2 миллиард теңге болған. Шамамен 132 миллион теңге төлем тұрғын үй жағдайларын жақсартуға және емдеуге алған. Өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш 85%-ға төмендеді. Зейнетақы жасына байланысты төлемдер шамамен 83,3 миллиард теңге болды. Бұл ретте кесте бойынша орташа айлық төлем сомасы 32,122 теңге, ал ең жоғарғы сома 742,692 теңгені болды делінген хабарламада. Басқа жаңалықтар білгіңіз келсе арнамызға жазыңыз, қымбат көрермен. Сау сәлемет болыңыздар.